Ассалаумалейкум құрметті көрермен, сіздермен бірге әдеттегідей Өзгерт YouTube каналы. Бүгін біз 2000 жылдардың алып компаниясы атанған Nokia жайлы айтатын боламыз. 2007 жылы Nokia әлемнің шыңында тұрды. Финляндиялық компания мобильді телефондар нарығының жартысына жуық үлесін бақылап отырды. Nokia телефондары әрбір қалтада кездесетін, ал инженерлері өз құрылғыларының сенімділігі мен сапасымен мақтанып жүрді. Барлық нәрсе олардың көшбасшылығын шайқата алмайтындай көрінетін. Ұзақ уақытқа жететін батареясы бар, сынбайтын корпус мен кнопкалы телефондары шынайы аңызға айналған еді. Компания басшылығы өздерін қауіпсіз сезінді. Тіпті ештеңе қауіп төндірмейтін жылы жайлы орынға тығылғандай болды. Бірақ технология әлемі тыныштықты кешірмейді. 2007 жылы Стив Джобс есімді инженер кәсіпкер Apple компаниясы негізін қалаушы iPhone-ды таныстырды. Бәрін өзгертетін құрылғы болып сезілді. Бұл жаңа буын смартфоны, сенсорлы экран, ыңғайлы операциялық жүйе, мыңдаған қосымшалар мен мүмкіндіктер. Ал Nokia бұндай қосымшаларды ұсына алмады. Пайдаланушылар тек қана телефон емес, бүкіл әлемді өз қолына ұстауды қалаған еді. 2004 жылы Nokia-ның ноу-хау жасауға мүмкіндігі болған. Оның инженерлері үлкен экранды смартфон ұсынған еді. Бірақ басшылық бұл идеяны қолдамады. Пайдаланушыларға бұл қажет емес деп шешті. Олар Symbian жүйесімен өздерінің жайлы әлемінде қалуды жөн көрді. Өткен даңқты соңына дейін ұстауға тырысты. Бұл таңдау фатальды қателік болды. Symbian біртіндеп ескірді, баяулады, ал әзірлеушілер жаңа платформаға көшті. Ал әлем күте қоймады. Apple мен Samsung алға ұмтылып, нарықты сенімді түрде жаулап алды. Nokia қуып жетуге тырысса да, тым кеш болды. 2013 жылы компанияның мобильді бизнесі Microsoft корпорациясына сатылды. Ал бұрын шыңда тұрған бренд әдеттегідей көлеңкеге кетті. Бұл оқиға тек технология туралы ғана емес, адам табиғат жайлы да. Ол бізге ескіден қалған жеңістерге тоймай, жылы жайлы жерде отырмау керектігін ескертеді. Әлем тез өзгереді. Көшбасшылық бұл құқық емес, үздіксіз таңдау, үздіксіз қозғалыс. Тәуекелден қорқатын адам тарихтың шетінде қалады. Бүгінде Apple батылдық пен жаңашылдық символы, ал Nokia тіпті алыптар да құлап кетуі мүмкін екенін еске салатын, ал артында өзгерісті қаламаған қожайындарының тағдыры. Nokia Apple-ге де Android-ке де ұтылған жоқ. Ол уақытқа, өзгерістерге және ертеңгі күн бүгінде өтеді деген өз сеніміне ұтылды. Кез келген компания үшін Nokia тарихынан алынатын сабақ мынадай: өзгерістен қорқу үкімге қол қоюмен бірдей. Ал жаңаны қабылдау мәңгілікке қол жеткізудің жалғыз жолы.